бірақ негізі сұмдықты білесем мен қазір осы кезде айтып жатып ойлап жатырмын, мен негізі фейл емес, бір мақтануға келген адам сияқты болып қалған сияқты болып тұр. Сәл мақтаншақтығым бар еді енді. Келдім мектепке. 800 ата-анадан құрылған чат бар екен мектепте. Мә, не чат? Жоқ, біз осындай чатымыз бар. Bir мәселе болса мектепке осыны осы жерде талқылаймыз дейді. 800 ата-ана. Ойлаңыздаршы. Бұны біз карантиннің кезінде ашқанбыз. Істемейміз дейді қамқоршылық кеңесінің төрайымы. Так деп қоям енді. Бұл қалай болады? Ол не только қазақтарда деп айтқым келмейді. Мысалы, бір проблеманы айтасың ба? Ан жерде ол адам қатысы бар ма, жоқ па, өзінің 5 тиынын қосылып, мектептің автобусы бар да. Балам кешігіп жатыр, автобус бүйтіп қапты. Артынан бір 100 ата-ана жазады ғой. Бұл автобустар өмірі сол, жалпы автобус деген ана уже мектептің автобусы емес, ана қоғамдағы көліктер туралы әңгіме кетіп қалады ғой ана жерде. Тағы бір мұғалім туралы айтады. Я, ол апай ма? Ой, ол апайды ғой, мына апайды айтсай деп анау көзіңді бақырайтып қойып, мысалы ана чатта неше түрлі нәрсе талқыланады да. Қазіргі таңда ол чатта одан бетер ата-ана, бірақ баяғы проблема емес. Қазір ата-ана да өзгеріп жатыр да. Осы соңғы күнім екен деп ойладым, осы мектепте ше, шын айтайын, түрімнен де белгілі болды. Бұлай болады ғой, ата-аналарға корпоратив жасап берем. Көп адам қарсы болды оған. Завучтарда, мұғалімдерде бұл кісілерге бір мен көңіл күй сыйлайын, жаңа жылдық. Сол арқылы мектепке деген көзқарасын өзгертейін деген оймен осындай корпоратив жасаймыз. И сол жерде маған ризашылықтарын осы пранк арқылы жеткізеді да. Бірақ мен мынаны пранк деп білген жоқпын ғой. Қатты жүрегім соқты. Анау ата-аналар тұрып келе жатқанда, 20 ата-ана тұрып келе жатқанда, ана жерде бір төбелес бастап кететін сияқты сезімде болдым мен. Өйткені шын сондай сезімде болдым. Мә, Санка, қалай болады екен мына төбелес? Енді өзім жақсы төбелесем, бірақ енді төбелеспейсің ғой енді. Ол жерде қалай болғанда төбелес көріспейсің, бірақ негізі сұмдық төбелесем енді. Сол қалай ана кісілер қолыма бір шикізат тигенде кәдімгі көзімнен жас пар ете қалды ғой. Мә, саған осы Инстаграмда 2 миллионға жуық қаралым жиналып, былай айтамын ғой, жұлдызымды осы ата-аналар жағып жіберді деп айтамын да. Я, ол да бір ата-ананың бір шынайы ризашылығы болды да, жасанды емес. Сол осы видео арқылы көрініс тауып, қазіргі таңда ата-анамен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп жатырмыз деп айтқым келеді. Келесі видео.